Ол со тұнжыраған қалпында бәріміздің жүзімізді бір сүзіп өтті де, күлкілісін айтайын ба деді. Біз үн-түнсіз бас изестік. Аян тонының омырауына тұмсығын тығып сәл күрсініп қойды да, ойға шомған күйде сыбырлағандай дауыспен: ертеде бір жетім бала бопты, деп ертегісін бастады. Сол күні оның ертегісі түннің жарымында бірақ аяқталды. Әуелде тұнжыраған күймен жабырқау басталса да, келе-келе ертегінің күлкілі оқиғасы көбейіп, Аян да бауырын жазып, бәріміз көңілді күлкіге батып қарық боп қалды. Тіпті Аянның әжесінің өлгенін де ұмытып кетіппіз. Сықылықтап күліп, мәз-мейрам боп: «Ей, тағдайшы!» деп жан-жақтан шулап қоя бердік. «Жоқ, ертең айтамын, бүгінге осымен бітті», деді ол салмақты үнмен. Басын көтеріп аспанға қарады. Жұлдыздың нуы жиі екен, ертең күн ашық болады», деп қойды үлкен кісіше. Бәріміз жапа-тармағай аспанға қарадық. Шынында да жұлдыздар жайшылықтағыдан әлде қайда көп еді. Бат-дейіп, балқыған қорғасынша сорғалап ағып түсердей боп жарқырайды. Біз Аянның ертеңгі күннің ашық болатынын жұлдызға қарап айтқанына іштей сүйсіне таңырқасып қойдық. Менің қасымда отырған Садық қалай біледей деп таңырқауын жасыра алмады. Енді біреу менің құлағыма сыбырлап: «Нуы деген не?» деп сұрады. «Білмеймін», дедім мен де. Бірақ бұл сөздің мағынасын сұрап алуға батпадық. Ертеңіне Аянның әжесі жерленді. Жұрт ат қойып зираттан қайтқанда, Аян әжесінің қабірінің басында елдің ең соңынан шошайып жалғыз қалды. Ол бұл күні де жылаған жоқ. Қарлы топырақ араласқан жас қабірге жаутаңдап біраз қарап тұрды да, бір уыс топырақты іліп алып: «Топырағың жеңіл болсын, әже», деп шашып жіберді. Онан соң қып-қызыл боп тоңған екі қолын аузымен кезек-кезек үрлеп қойып ауылға қайтты. Сол күні Аян әжесінің тумаласы Бапай деген шалдың үйіне көшті. Біз көшеде сырғанақ тебуге кіріскенбіз. Дәл осы кезде азынаулақ көрпе жастық тиелген шананы Бапай айдап, Аян өзі қоңыр сиырын бұйдасынан жетелеп, көшенің басындағы шалдың үйіне көшіп бара жатты. Қоңыр сиыр үйренген қорасынан шыққысы келмей тартыншақтай бастаған. Біз бір топ бала шуылдаса қаумалап артынан айдадық. Қоңыр сиыр көзі шарасынан шыға шатынап, танауын пысылдатып, басын шайқап-шайқап, Аянды сүзіп жіберердей боп алға қарай оқтана жүрді. Бірақ сүзген жоқ. Жүріп келе жатқан бойда Аянның қаудырлаған сары тонының етегінен иіскеді де, тұмсығын созып, ыңырана мөңіреді. Аян ақсаңдаған күйде бізге бұрыла қарап: «Жануар бәрін білет», деді. Аянның сиырын Бапай шалдың үйіне дейін айдасып барғаннан кейін біз сырғанаққа оралып, ойынға қайта кірістік. Сәлден соң Аян да сырғанақ басына келді. Өзінің шанасы жоқ. Сондықтан елдің шана тепкенін қызықтап қарап тұрды. Бірде менің көк тақтайлы шанамды нұсқап: «Менің де шанам дәл осындай еді. Көшкенде ана жақта қалды», деп қойды. Мен оның жаудырап қарап тұрғанына шыдай алмай: «Мә, Аян, сен бір жол теуіп кел», деп шанамды бердім. Қуанғанынан ол екі езуін жия алмай, ыржия күліп кеп шанаға отырды да: «Ал, кім менімен жарысады?» деп айқайлап, еңіске қарай зулата жөнелді. Менен кейін оған шанасын Садық берді. Онан кейін Есікбай берді. Қысқасы, Аян бәріміздің шанамызды бір-бір реттен теуіп шықты. Ол қып-қызыл боп қара терге түсіп ентігіп, ала бұртып, елден ерекше даурыға сөйлеп, сақылдап күлумен болды. Ымырт сәулесі ыдырап қараңғылық үйіріле бастаған кезде басынан тумағын алып желпіне тоқтаған Аян: «Жүріңдер, бүгін мен кешегіден де қызық ертек айтамын», деді. Біз опыр-топыр болып шуласып, Аянның бастауымен Бапай шалдың үйінің іргесіне келдік. Аянды ортаға алып, енді жайғасып отыра бергенімізде есік ашылып, сыртқа Бапайдың кемпірі шықты да: «Үйбай бетім-ай, бұ дүбірлеген не десем, мыналар екен ғой, аулақ жүріңдер әрі. Өй өңшең топырлаған немелер. Онысы несі? Тап терезенің түбіне кеп үймелегендері», деп қуып жіберді. Енді қайттық дегендей, көшеде аңтарылып тұрғанымызда Садық: «Мен таптым қай жерге отыруға болатынын», деді. Бәріміз соған қарай қалдық.
Анау ат қораның төбесіне шығайық та шөпке белуардан кіріп ап отырайық. Біз санымызды шапақтап уралап ауылдың шетіндегі ат қораға қарай жүгірдік. Арт жағы аласа тас қораның үстіне тырмыса шығып алдық та сол күні ғана Қаройдан әкелінген көк жауқазын шөпті үңгіп жіберіп отыра кеттік. Құрғақ шөптің танауды жарған хош иісі мас қылғандай тұла бойды шымырлатады. Шетімізден пысқырынып, мұндай рахат дүние тапқанымызға мәз мейрам боп, біріміз итеріп қап, шөпке аунатып, сықылықтай күлісіп, жұмсақ шөпке тығыла түсеміз. Бәріміз алқа қотан жайғасқаннан кейін, ортамыздағы Аян тісінің арасынан сызылта шырт еткізіп түкіріп қойып, көтеріле түсіп, астына шөп жұмарлап, басқамыздан орнын биіктеу ғып отырды. Онан соң қабағын шытып, ойға батқан күйде төмендегі үңірейі қарауытып жатқан терең құзға көз жіберді. Біз де еріксіз енді солай қарай жалтақтадық. Құз іші қорқынышты. Ертеде бір жетім бала бопты, деп Аян екінші ертегісін бастады. Сыбырлай шыққан даусында өз айтқанына қалайда қалтқысыз сендіретіндей керемет бір күш бар. Біз тым-тырыс боп тына қалдық. Бір сәтке дәл астымыздан қораның ішінен жылқылардың күтір-күтір шөп жеп тұрғаны, пысқырғаны, тарпығандары, қасынғандары естілді. Бірақ біртіндеп Аянның ертегісі қызған сайын әлгі дыбыстардың бәрі құлақтан шет қалып, төңіректі, бүкіл ешкі өлмес баурайын, төмендегі терең құзды ғажайып бір тыныштық басты. Бұл дүние ертегі қиял дүниесіне, сиқырлы дүниеге айналып, біз өзіміздің бар жоғымызды да ұмытқандай болдық. Сол күннен бастап күнде кешкісін ат қораның төбесіне жиналуды әдетке айналдырдық. Екінші күні тағы да әлгі Садық бір пәлені шығарған. Үйінен алақандай газет жыртындысы мен темекі ұрлап алып кепті. Әлгісін кәдімгідей ешкі сирақтандырып ұзын етіп орады да, қалтасының түбінен әзер тапқан сіріңкенің жалғыз шиімен тұтатып, сонысын насаттана сорып қойып отырып, ертегі тыңдады. «Ей, әкеші бір сорайын», деді ақыры Садықтың жанында отырған Қосым шыдай алмай. Садық шылымын оған бір сорғызды. Қосым қомағайлана түтінді ішіне тартамын деп қақалып жөтеліп тұншығып қала жаздады. Біз бәріміз оны мазақтап, өзін біраз жерге апарып кеукеулеп алдық. «О, маубас, тарталмасың бар, сұрап не қыласың ей?» деп табаладық. Онан Есікбай, «Кәне, Садық, мен сорайыншы» деді. Садық шылымын оған да бір сорғызды. Есікбай қақалған жоқ. Түтінді аузын толтыра сорып алды да, ақырындап танауынан бұрқ-бұрқ еткізіп шығара отырып, «Міне, қалай тарту керек» дегендей мақтанып қойды. Онан кейін темекіні мен де сұрап бір сордым. Менен кейін тағы біреу. Ақыры Садықтың ұзын темекісін барлығымыз бір-бір сорумен ақ тауыстық. Келесі күні қораның төбесіне жиналғанымызда көпшілігіміз үйден қағаз бен темекі ұрлап алып шыққан екенбіз. Енді бір-бір шылым орап, темекіні жарыса тартатын болдық. Темекі тартып отырып тыңдағанда Аянның ертегісі де әлде қайда қызық сияқты көрінді. Бір күндері кейбіреулеріміздің үйіміз темекі ұрлап жүргенімізді біліп қойып, енді аналарымыз темекіні қиындау жерге тығатын болды. Бірақ біз бұған да амал тауып кеттік. Осы анау Мақау Тұрдағұл ылғи жылқының кепкен тезегін шылымғып тартып жүреді ғой десіп, біз де енді күндізден қалтамызға жылқының кепкен тезегін жинап салып жүрдік. Сөйтіп Аянның ертегісін тыңдаған кезде кейбіріміз ішіне жылқы тезегі салынған ешкі сирақ темекіні бұрқырата сорушы едік. Ғажап ертегілер еді. Дүниедегі жақсылық атаулының бәрі ерлік те, ізгілік те, сұлулық пен ақылдылық та, әйтеуір адамға тән небір асыл қасиеттің барлығы да сол Аянның ертегілерінде болушы еді. Аян батырлық туралы ертегі айтқанда, біз алым-жұлым киінген қара борбай балалар бір сәтке жадау қалпымызды ұмытып, шетімізден көк семсерді жарқ-жұрқ еткізіп, ат ойнақтатып, жауға қарсы арыстанша шабатын нағыз хас батырдай сезінуші едік өзімізді. Өмірімізде қосауыз мылтықтан өзге ештеңені көрмесек те, жарқ-жұрқ еткен көк семсер тұрғанда зеңбірек, пулемет дегендер айтар сөзге, көңілге олқы түсіп, ойыншық сияқты боп қалатын.
Өйткені Аянның ертегілеріндегі батырлар сілтеген көк семсерге қызығып, иланатынымыз сонша, оны қару біткеннің құдайы көретінбіз. Шіркін, сондай семсерім боп, мен де соғысқа барсам, фашистерді тура бауша қияр едім деп тістенетін Есікбай. Ал мен бар ғой, тек бастарынан ғана шабар едім, дейтін Садық, арман еткендей даусын соза сөйлеп құшырланып. Көк семсерді жарқ-жұрқ еткізіп келе жатқанымда, алдымнан көкем шыға келсе, ой керемет болар еді ау, Мұнан әрі соғысқа баруды, фашистерді қыруды, сөйтіп әке ағаларымызды тауып алуды әрқайсымыз өзімізше сөз етіп, тәтті арманға шоматынбыз. Өзі жетім болған соң ба, кім білсін, Аянның ертегілері көбіне жетім бала туралы болушы еді. Жетім баланың тағдырына байланысты үрейлі ертегіні бастаған кезде ауылдың шетіндегі сай-саланы, жыра құзды тегіз, жалмауыз кемпірлер, жез тырнақтар, жалғыз көзді дәулер, дию перілер жайлап кеткендей болушы еді. Төңірек тегіз үрейге толатын, құз жақтан соққан суық желдің ызыңы неше түрлі боп құбылып естілетін. Бірде сыңсып, бірде ұлығандай үн келетін құлаққа. Біз әр дыбысты қалт жіберместен үрпейісіп, біреу десе, ойбай аттанға бірдей салып, тым-тырақай зытуға дайын отыратынбыз. Ғажап ертегілер. Біз бір кештің өзінде ұзындығы 2 қарыс темекінің 2-шеуін таусатынбыз. Ақыры қолымыз темекі орауға икеңме келмей, тісіміз тісімізге тимей сақылдап тоңатынбыз. Бірақ Аянның ертегісі таусылмай, ешкім тырп етпеуші еді. Танауымызды қос-қосынан тартып қойып, шөп қуысына тығыла түсетінбіз. Ертегі біткен кезде ғана деп еркін тыныстап, құрыстап қалған бойымызды жазып, керіліп созылып, жетім баланың бақытқа кенелгеніне шын жүректен қуанатынбыз. Кей күні Аян сирек тістерін көрсете отырып, жымың-жымың күліп қойып көңілді, күлдіргі ертегілерді бастайтын. Ондайда біз қыстың сай-сүйектен өтіп дірдектеткен ызғарлы суығын ұмытып, ішекті түйнеген күлкіден қиқылдасып, шиқылдасып, көзіміз бен мұрнымыздан сорамыз бірдей ағып, әрқайсымыз әр жаққа ішімізді басып домалайтын да қалатынбыз. Ол күнде біз бұл дүниеде соғыс дегеннің бар екенін, әрқайсымыздың әке ағаларымыздың алыста, сонау батыста жауған оқтың астында жүргенін де естен шығаратынбыз. Аян, тағы да, енді осылай тағы бір ертегі айтшы, деп тұс-тұстан жалынатынбыз оған. Бірақ Аян бір түнде бір ертегіден артық қалай жалынсаң да айтпайтын. Орнынан тұрып үстін қағып, түн ортасы боп қалды ғой, жетер енді, дейтін салмақтана сөйлеп. Сендер қызықсыңдар, бір күннің ішінде 2 ертегіні ойлап шығару оңай дейсіңдер ме, деп қоятын онан соң. Біз ертегілердің бәрін Аянның өзі күнделікті ойлап шығаратынын білсек те, оған пәлендей мән бермеуші едік. Бар білетініміз, Аян күнде неше түрлі ертегілерді ойлап кеп, кешкілік бізге айтып беру керек. Ал біз ұйып отырып тыңдағанды ғана білеміз. Ертегі ойлап шығару оңай ма, қиын ба, ол жағында еш шаруамыз жоқ. Тіпті ол жағын сөз ете қалғанның өзінде де Аян ғой күн сайын бір ертегі ойлап шығарады. Ендеше ертегі шығару қиында емес шығар. Тек басқамыз ертегіні қалай құрастырудың әдісін білмейтін болармыз, деп түйетінбіз. Ал ол нендей әдіс, ол жағын қазбалап ойлай түсуге де өреміз жетпейтін де, не мойнымыз жар бермейтін. Таң атқаннан күн батқанша салп-сұлп етіп, көшенің аяғынан басына дейін шана сүйретіп сырғанақ ойнауды ғана білетінбіз. Кешкісін тесік пималарымыз бен сырма шарықтарымыз зілдей боп, шылқылдап су өткеніне қарамастан ат қораның төбесіне тартатынбыз. Алғашқы күндері күндізгі ойын кезінде Аянға шанамызды кезекпе-кезек сырғанауға беріп жүрдік те, келе-келе шетімізден сараңси бастадық. Қызық ойынның үстінде шанаңды бір жолға болса да біреуге беріп қойып, өзің сырттай қарап тұрғанға тағатың жетпейтін. Сондықтан ендігі жерде Аянға шана күніне бір рет қана тиетін. Онда да ойынның қызуы бәсеңсіген шақта біреуіміз, «Мә, Аян, бір рет теуіп кел», деп оны мүсіркегеннен амалсыз бергендей болушы едік. Аян да енді бұрынғысындай шанаға отырғанына қуана даурықпайтын. Қызараңдай күлімсіреп кеп,
шананы қолыңнан именшектеп алатын да бір сырғанап кеп қолыңа беретін. Онан соң сары тонының омырауына тұмсығын тығып, суық сорған өңі көкпеңбек боп бозарып, біздің ойынымызға қарап, шетте үнсіз состиятын да тұратын. Тек бапайдың кемпірі: «Әй, Аян, қайдасың? Анау сиырды байла, қаз үйректі қама, биені суғарып шөп сал» деген кезде бізге жалтақтай қарап үйге кететін. Едәуір уақыттан кейін қайтып оралатын. Оның асыға күтетін шағы күннің ұясына қонуы. Күн ұясына қонды деген шақ жүзі жадырап сала береді. «Ал жүріңдер, мен кешегіден де қызық ертек айтамын» деп еліктіре жөнеледі. Кейде ертегі тыңдауға ол күндізде шақыратын. «Сырғанақ деген немене? Тек киім тоздырып шаршау» деп менсінбегендей ернін шүйіріп қоятын. Ондай кезде оған: «Ағатай, мә сырғанашы» деп шанаңды кесе көлденең тосып жалынсаң, пысқырып қарамайтындай көрінетін. Сонан кейін-ақ ойынның сәні кетуші еді. «Шынында дей, менің шарығымнан су өтіп кетті. Жүріңдер, Атқораның төбесіне барайық» десіп сетіней бастайтынбыз. Біздің бұл түрімізді көріп Аян сырғанақты онан әрмен жамандайтын. Онан біздің шаналарымызға қарап қойып: «Мыналарың шана ма?» дейтін мұрнын тыжырайтып. Шіркін, өзінің рулі бар, алдында шамы бар, ылдиға да, өрге де бірдей сырғанайтын шана болса. «Ой, қойшы, ондай шана болушы ма еді?» «Болғанда қандай? Қобыланды батырдың тайбурылындай ұшатын аттар бар ма?» «Бар. Ендеше ылдый өрге бірдей сырғанайтын рульді шана да бар». Мұнан әрі Аянмен сөз таластыра алмайтынбыз. Кім білсін, мүмкін сондай шана бар да шығар. Әркім іштей: «Шіркін, Аян айтқандай ылдый өрге бірдей сырғанайтын рульді шанам болса» деп қиялдайтын сияқты едік сол бір сәтте. Қызық еді Аянның мінезі. Бірде түн ортасында, дәл ұйқыға жатардың алдында далаға шыққам. Көшеде сырғанақта біреу зулатып шана теуіп барады екен. Жым-жырт айлы түнде әлгі бір ғана шананың өзі гүрілдеп, жер көшіп келе жатқандай дүбір шығарады. Шыдай алмай жүгіріп сырғанаққа бардым. Міне қызық, шана теуіп жүрген Аян екен.